Сапура шайыр хақында да сол тарих бетлерінде мөрленіп қалған мағлұматларды оқимыз. Сізден сұрамақшымыз, сол Сапура шайыр кім болған, оның өретушілігі бүгінгі күнге шейін қалайынша жетіп келген, солар хақында айтсаңыз. Сапура шайыр хақында деректер жүдә көп емес. 19 ғасырдың ақыры һәм 20 ғасырдың басындағы Қарақалпақ әдебиетінің уәкілі болып саналады. Қалдайымбетовтың, одан кейін Әбсәйіт Пахраддиновтың, сондай бір-екі ғалымдардың минетлерінде айтылып өтіледі. Енді бұның әһмиетлі жағы, Сапура шайыр бұл бұрынғы ескі араб, парсы тілдерін үйренген, түрки әдебиеттен хабары бар, сондай бір шайыр болған. Бұның бізге шейін жетіп келген Қазы Мәулікпен айтысы бар. Бұның қолжазбасы сақланып қалған. Өзбекстан Ілімдер Академиясы Қарақалпақстан бөлімінің фундаментал кітапханасының қолжазбалар қорында Ғарып ашық дастанының ізбетінде сол Қазы Мәулікпенен Сапураның айтысы һәм Қазы Мәуліктің бірнеше қосықлары бар. Негізінде Қарақалпақ халқы да сол түрки халықтардың бірі ретінде өзінің үлкен бір жазба әдебиетіне ие болған. Өзі түрки халықтар сол әзелден сол дәстүрлі руникалық жазуда, одан кейін ұйғыр һәм араб жазуында сақланып қалған жазба ескерткілері жүдә көп. Сол 19 ғасырдың басында басыланған дәстүрлер 19 ғасырдың ақырына келіп Қарақалпақларда сол жазба әдебиеті жүдә үлкен рауажданды. Себебі 19 ғасыр давамында бір қанша мешіт медреселер құрылды Қарақалпақлардың диярында, Ишан қалада, Қарақ Мишан. Бұл жерлерде әдеби орталықтар пайда болды. Күнқожа, Бердақ, Дарияның шеп жағында болса Әжінияз бабамыздың һәм олардың давамшылары болды. Неге сол Қазы Мәулік, Сапуралар да сол әдеби дәстүрлердің давамшысы болып саналады. Бірнеше қосықлар сақланып қалған, жүдә көп емес. Мысал үшін айтатын болсақ, мінекей айтысы. Айтыс деп аталады, негізінде ол сол хат бенен бір-біріне жазылған шығарма. Аслында бұл қысса формасында жазылған. Дәстүр қара сөзбенен кірісу жазылады. Яғни дастанларға, сол дәуірдегі қыссаларға тән болған дәстүрде әмма рауилар андағы риуаят қылуырлар кім? Харазм уәлаяты Шымбай Тавабиайда Фура ісімлі қыз Қазы Мәулік ісімлі шайырға бір хат yazmış деп бастанады. Демек, нәсір, яғни қара сөзбен бастанып, ізінде сол Сапураның сол Қазы Мәулікке жазған сорау формасындағы қосығы. Рубайы түрінде береді, 4 қатарлы қосықлар ретінде. Қазы Мәулікті сынау мақсатында, оның математикалық білімдерін сынау үшін 12 жастан бері мен намаз рузамды қаза қылмадым. Қазір жасым 18-де. Сонда менің оқыған намазымның саны қанша, оның рәкатының саны қанша, неше сәждасы, неше рукуы қанша, тәсбихі қанша деп бірнеше сұрауларды береді. Дәстүрінде оған Қазы Мәулік ітіба бермейді онша. Одан кейін екінші рет ашуланған кейіп білдіріп, Сапура және бір мәрте хат жазады. Бұл жерде енді Қазы Мәуліктің атын келтіріп, осы жерде бірнеше харфи сан атылар дейміз, оны харфи, яғни сөз ойынлар деп аталады әдебиетта, яғни араб харфлері. Сол 28 харф болса, сол 28 харфтың har қайсының санлық мәнісі болып, әбжат есабы болып саналады. Һәм солардан пайдаланған халда орта асыр тек түркі емес, бұл парсы әдебиетінде пайда болған нәрсе, негізінде кейін түркі әдебиетіне көшкен. Сондай харфилер, мәселен, тарих санаты болған, яғни жыл сәне шығару, муамма, яғни бір сөзді жасыру, тәжнис деген жанрлар бар, яғни амоним сөздерден пайдаланып, жүдә шеберлікпенен пікірді білдіру, супалайларда бар мысалы үшін. Яғни жаңағы Увайсиде, Агахи, Мунислерде көруге болады өзбек әдебиетінде. Сол Қарақалпақ әдебиетінде бар бұл нәрсе, бірақ жүдә ысыр беріліп жатқан жоқ та бұған. Демек, сол жерде Қазы Мәуліктің атын келтіріп, әрбір харбіне арнап бір сөз жазады. Мәселен, мынандай қатарлар бар ішінде. Муашшах формасын пайдаланады бұл жерде.
Сонда айтады, қофқа алиф зам қылып, һәм затқа я мүбәрек, маламаттан мим алып, ваудан вафа мүбәрек, вадиаттан вау алып, далдын дуа мүбәрек, бұл ісімлі егітке болсын сана мүбәрек. Бұл төртлікте араб харфлерін ізбез қосып шықса, шайырымыз Қазы Мәуліктің ісімі келіп шығады. Яғни қофқа алиф, қоф харбіне алифті қосамыз. Қа болады. Затқа я, яғни зат харбіне, з харбіне иді қосамыз. Яғни и, қазы деген сөз келіп шығады. Маламаттан мим алу. Яғни маламат, бұл жерде мен маламат қалып атпан. Яғни алдыңғы менің хатыма жауап бермеген үшін, яғни бұл жерде мен сәл сол шайырға өкпем бар дегенде қылып, маламаттан мим алып деп, яғни Қазы Мәулік дегендегі мим харбін келтіреді. Һәм ізінде болса, вадиаттан вау алып дейді. Яғни вадиат, яғни уәдеден, яғни уәде қайда, қырар қайда деген мәністе. Һәм далдан дуа мүбәрек деп, яғни мен дуа сәлем жолап атпан деген мәністе, ондай муашшах, яғни сол харфлерді жасыру арқалы берілген қосып қой салған. Екінші қосығынан кейін қатты оқып көріп, бұл кім екен бізге бұндай мазмұнда хат жазған, бұндай қылып. Бір ол енді қазы болады ғой, Мәулік, Қазы Мәулік. Сол қазыханаға бір арзасы бар екен, кім болды екен деп сұрап берілмейді. Одан кейін үшінші хатында енді жүдә бір өткір сөздерменен критикалап жазғаннан кейін барып, шайыр бұған жауап қайтарады жаңағы сұрауларына. Яғни сен 12 жасыңнан бері намаз оразаңды қаза қылмаған болсаң, сенің намазың нағырақым болды, оразаң нағырақым болды есабы. Оның әр намаздың рәкатінде нағырақым болды деп жүдә сенімлі сөздерменен һәм кейін ала. Енді Қарақалпақ шайырларында бір нәрсе бар, енді қыздар менен айтысқан уақытта бір шоқлық қылып, ашықлығынан айтып өтеді. Соны айтқаннан кейін, енді кейінгі хатында Сапура қыз енді жүдә, мен саған ашық бол дедім бе, интеллектің сынау үшін беріп едім, сіз жүдә асырып жібердіңіз енді деген мазмұнда хат келеді. Бұндан кейін Қазы Мәулік burada жүдә бір сенімді жауапларменен жауап жазады оған. Бұл жерде демек соның бәрін не үшін ондай қылғанлығын, һәм ақырында сол Қазы Мәуліктің жеңісіменен тамамланатын бұл айтыс ойсалынады. Бұндан басқа да қыз Сафураның бізге жетіп келген бір-екі сол оқу хақындағы қосқылары бар. Әліппен айтып кетеді ішінде. Сол оқудың аңсат емеслігі, қиын екенлігі. Бірақ сонда да сол ар намыс үшін әрекет қылып, сол балалардан қалып қоймау үшін оқып атырғанлығын айтып өтеді. Сол жерде араб харфлерінің бұрынғы ескіше ұсулменен қайтып үйренгендігін айтады да, жүдә қызық. Мәселен, алифте жоқ, беде бір ноқат, теде екі ноқат деп келтіреді. Яғни алифте ноқат жоқ. Яғни еслеп қалу үшін алифте ноқат жоқ екендігін еслеп қаламыз. Беде бір ноқат дегені бенің астында бір ноқаты бар. Теде екі ноқат, үстінде екі ноқат. Сөйтіп айтып өтеді, одан кейін ежелеп үйрену деген бар. Еже деген сөз өзі негізінде араб тіліндегі хижа деген сөзден алынған болып, хижа буын деген. Яғни буынға бөліп үйрену. Яғни әрбір харіптің ізіне дауыслы сеслерді қосып айтады. Өзі араб тілінде 3 дауыслы сес бар, а, и, у. Соларды қояды. Мысалы үшін алифтің үстіне бір фатха қойсақ, а, касыра қойсақ, замма қойсақ, у, а, и, у, ба, би, бу, соларды айтып өтіп, сол әбжатқа түскендігін, бұл жерде бұны үйрену үшін 6 ай уақыт кеткендігін айтып, одан кейін барып, сол суфаллайярға, шар кітапқа түсіп, Науайны, Фузулиді оқығанлығын жаңағы өзінің оқу деген қосығында айтып өтеді. Жүдә бір сондай бұл арқалы біз демек біріншіден сол ескі мектептердегі оқу тәртібін үйренеміз. Және бір жағы қыздардың тәлім алғанлығын сондай бір нелері бар, деректері бар. Халықтың арасында бұрын ғарлардан естетіледі. Ахун дәрежесіне жеткен қызлар болған екен біздерде. Бұлар тек қана діни ілім емес, сонымен бірге әдеби ілімлерде де жаңағыдай бір поэзияға да ашық болған қыздар болған. Рахмет Әбдісәлім аға, көптеген мағлұматларды